Нассанжордың көтін жалап, оны айсбергке теңеген мемлекеттік сыйлық үшін адамдар қазір кім? Қоғамның құрметті адамдары әлі. Мәңгілік ел Нұрағамның біледі, Нұрағамды бүкіл әлем біледі. Қазақ елі бейбітшілік тірегі Нұрағамның нұр жолымен жүреді. Мемлекеттік сыйлық деп Назарбаевтың көтін жалаған үшін біздің қалтамыздан жиналған бюджеттен оған ақша берді, атақ берді, үй алды. Белшеден басып жеп жатыр әлі. Солар қопырып. Сіздер ойлайсыздар ма, биліктегі Тоқаевтың айналасындағыларын жеп жатыр деп? Осындағы жаңағыдай қоғамдық емес ұйымдар, акиматты жағалап, жаңағы әкім жиналыс жасаған кезде алдыңғы артында отыратын ақын, жазушы, өнердің қайраткер дегендер отырады ғой. Солардың барлығы бармағын матырып отырғандар. Ондай жерде біз сияқтылар өмір отырмаймыз, отырғызбайды да біздерді. Тіптен сондайларды қайраткер санайтын 200-ді достарымыз тойларында біз сияқты адамдар болмағанын қалап, біздің ақиқат айтқан үшін шақырмайды да мысалы тойларына. Неге? Өйткені олар өздері 200 нәрселер. Көтшелақтардың көтін жалап, соларды қайраткер санайды. Сатқын екенін біліп тұрып, соларды аға тұтып, қазақтың тумасы деп тілін жалаңдатады. Одан кейін барып тоңқаңдап Құдайдан жұмақ сұрайды. Ақиқатты айтшы десең айтпайды. Мен Қарағандыдағы алаңда, ол айтылар ертең әлі. Қарағандыдағы алаңда тұрған кезде Қазақстанның осы Қарағандыдағы керемет деген ақындары 10-15 жүрді. Кеше біреу тойын жасап жатыр мысалға. Бір ауыз шығып, халықтың алдында бір ауыз айтқан жоқ. Ертеңіне әкім жинап еді, барлығы шығып деп жаңағы рөлдерін ойнап, тұр жасап, ақын болып өлең оқып. Міне біздің сұхбатымыз осы. Сондай жүрген сайқалдарды біз аламыз да, оймай, қазақтың құламасы, қазақтың бір дүлдүлі, қазақтың ақыны, жазушысы жазылмай кетсін. Осы уақытқа дейін жазылған алаш қайраткерлеріне дейін жазылған дүние бізде жетеді. Осыдан ештеңе жазбай ақ қойсыншы. Мен ұлт үшін қызмет етіп жатырмын деп қыртылдатпай ақ қойсыншы солар. Ұлт үшін қалай қызмет етіп жатқанын көріп жатырмыз ғой. Ұлтын боққа тығып, ұры биліктің ұрылығын бетке айтпай, көтенін ардақтап отырған адам ұлттың келешегі туралы ештеңе жазбай ақ қойсын. Олардың да атын атап, түрін түстейтін ертең уақыт келеді. Олардың барлығы Ақорданың астына бір этаж қара орда деген түсіріледі төмен қарай. Сол жерде ол қарабеттердің аты жөндері бәрі жазылады. Маған десе бас алтын көтігім үстіне жазып тастасын. Маған десе күлтегінді тірілтіп әкпесін. Маған десе бүкіл қазақ білмеген өткенін жазсын, дәл бүгінгі күні кім болып отыр? Көт жалап айыс үшін Путинге қазақты жығып беріп отыр ма? Болды ғой, сол әрекет жетіп жатыр ғой. Бұғынға дейін соғып тастаған, айтып тастаған дүниесінің барлығын біз сатқын ретінде оның үстіне бүйтіп. Махамбеттер жоқ қазір, дулаттар жоқ қазір. Дулат Бабатайұлы деген кезінде ұлт азаттық көтерілісін бастап қазақтың азат болуын армандаған. Ондайлар жоқ қазір. Бар, бірең саран. Бірақ оларды өмір сүргісі келеді, олардың бәрін қысат жаңағына биліктің көтшелақтары рөлге отырып алған. Қазіргі жазушылар одақтарының филиалдарының директоры болып отырғандар бүкіл өңірлердегі оғанға дейінгі қазақтың рухын сындырып, Назарбаевтың саясатына қарсы шығармау үшін еңбек еткен әр жерде филиалдың бастықтары болған. Солардың потомктары өсіп келе жатқан, солардың тура өздерінен аумайтын көтшелақтары, олардың барлығы міне барып тұрған аярлар. Анау жаңағы жалындап келе жатқандар не істейді? Ертең кітабың шықпайды, журналист жазушылар одағын өткізбейміз деп. Жазушылар одағынан бас тартыңдар осы бастан. Есі бар, ақылы дұрыс, ақынмын деп санайтын, ұлт үшін тудым дейтіндер болса, анау жалаушылар одағынан бастарын тартыңдар. Әне күні құттықтап жатыр, жазушылар одағына мүше болыпсың ғой, құтты болсын, Фейсбуктың бетін ашсам. Міне біздің зиялы деп жүргендердің деңгейі. Қандай одақ ол? Одаққа не үшін құрылған одақ түсінсеңдер, сол жазушылар одағы не үшін құрылған түсінсеңдер. Басында, әу баста Құдай жоқ деген орыс империясының идеологиясын тықпалай әкеп отырып, қазақты мал қылу үшін құрылған. Жағымпазданған, жарамсақтанған, биліктің асты үстіне түскен,
билікпен жата кетуге жиркенбейтін жезөкше жатқын билікпен сондай қазір біздің ақын деп жүргендеріміз. Жазушылар одағы деп қоямыз. Жалаушылар одағы ол. Жалаушылар одағы ұмытпаңыздар. Жазу деген ол біздің маңдайдағы жазу. Жазу деген қыртысты жазу тегістеп. Қазақтың маңдайында қыртыс болмайынан бәрін тегістеп, сол жақсы болу үшін жақсы дүние жазған адам, яғни қазақтың жазушысы, зиялысы. Бізде зиялы жоқ. Зиялылар түрмеде отыр. Зиялылар қуғында жүр. Ал анау зиялылардың орнына шығып алған арғымақтар тұратын кең қораға кіріп алған жаңағы есектер өздерін ақын жазушымыз, біз кереметпіз деп жүр. Бұл өнер деген итке де битке де қонатын қасиетсіз нәрсе болып кеткен ба деп ойлайсың кейде. Біз қазір не істеуіміз керек? Біз солардың айтқанына көніп айдауына жүретін, айтқанына сенетін мақұлық емес, малғұн емес екенімізді дәлелдеуіміз керек. Әрқайсымыздың қолымызда тұр ғой соткамыз. Былай алу керек та. Мен мынау жалаушылар одағы деп жүрген, жазушылар одағы деп жүрген жалаушылардың одағының таратылуын талап етем. Оларға неше түрлі сол жалаушылардың кітаптарын тегін шығаруға, жердегі филиалдардың директорлары айлық алуға, соларға қаражат төлеп отырған, біздің қалтамыздан қаражат төлеген қаламаймыз. Өйткені олар Путиннің артын кіршіксіз жалайтын зиялы емес зиянды иттер, өздерін зиялы қауым қылып, өздерін жазушымыз деп алған жалаушылар. Ондай одақ 33 жылы қазақтың санасын құртып, қазақты тәуелді ету үшін, қазақты атқарушы билік коммунистік партияның астына тығып беріп, соның идеологиясын жырлау үшін пайдаланылған игі жақсыларын қырып, ең бірінші төрағасы Ілияс Жансүгіров болды ғой. Сондай идеология болды, советім, кеңесім, кеңестік жүйе деп жырлатқызып, жаңағы қазақты айналдырып әкеп, бірақ сол зиялысының барлығы түбінде өтірік істеп жүргендерін біліп қырып тастады да, шын жалайтын сатқындарды әкелді. Біз мысалға бәленбай жыл дәріптеп өткен анау сұмдық Сәбит Мұқанов дейміз, нағыз сатқын, нағыз аяр, нағыз оңбаған итті біз өзіміз кітаптан оқытып, балаларымызға мектепте оқытқыздық. Анау сол сияқты жаңағы көп қой бізде сатқындар, ешқайсы жазаланбаған, марапат алған. Соны көрген қазіргі жазушылар қалам ұстау біліп, өзінше бірдеңе жазатын, бірақ халықтың мұң-мұқтажына, халықтың қасіретін жеңіп, тәуелсіздік алуына әсер ететін дүние жазбайды.